Қайырлы күн баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айжан. Мен бүгін сіздермен қазіргі уақытта хит болып жатқан алатау салатының рецептісімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі чечил, ысталған тауық еті немесе ысталған охотничий шұжықтарды алуға болады. Одан кейін черри помидоры, салатный листья, маринадталған қияр және де сыр. Сосын бір ас қасық майонез керек болады. Ең алдымен видеода көрсетілгендей салаттарымызды жақсылап үзіп саламыз ыдысымызға. Оның үстінен черри помидорымызды кесіп саламыз. Одан кейін маринадталған қиярымызды және де ысталған тауық етімізді жақсылап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей сырды төртбұрыштеп турап аламыз. Бірақ сырды бұл салатқа әзірге қоспаймыз, себебі біз қазір әрлеуге дайындап қоямыз сырымызды. Мінекей енді майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді чечил сырымызды дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей чечилімізді жақсылап осылай үзіп аламыз. Енді ыдысымызға салатымды салып, алатау салаты болғандықтан кішкене горка қылдырып жинаймыз салатымызды. Енді видеода көрсетілгендей шет-шетіне сырымызды қойып шығамыз және де үстін чечилмен әрлейміз. Жасап көріңіздер, өте дәмді салат болып шығады. Ас болсын!